кетті бәрін таста. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Короче, бүгін біз үлкен жүрекке барамыз. Қазір бүгін, короче, 2 сабаққа қатысып, 3-ші парада бізді 5 бала қылып, үлкен жүрекке, в общем, бір алғыс айту күніне жақсылық жасауға жіберді. В общем, енді патолог бізбен бірге, короче, Диляра, Арина, Камила бар, и бір қара пәле бар. Мына жақта келеді. Сен келетінін білген жоқпын, кәдімгі шын айтамын. Мына айттым ғой, бұл қара пәле. Погода, в общем, көктем болып отыр, мына қар еріп отыр. Шымкентте қар жоқта шығады. Көктемде неге барасың ғой? Түркістанға барасың ғой? Иістің өзі бөлек қой, кәдімгідей. В общем, үлкен жүректе кездесеміз ғой. Короче, 21-де прямой жүрсең, ана жақта, то есть прямой жүрсең 21, мына жақ 17 дейді. Жолдың нар жағы А болса, мына жағы Б болады жолдың. Ал мына жақта біз үлкен жүрекке келіп қалдық. Паркке бару үшін, анау вышка тұр ғой, соны қолым көрініп қала береді, өтті байқадым ба? Мынау бекіш, короче. Салам алейкум ол. Не істейсің? Давай сен фото түсірші. Берші телефонды. Арина, берші телефонды берші. Ма сен влог түсірші, родной, ма. Біз бұлай түсірші ме видеоға? Бұны үлкен жүректеміз, короче. Ма, родной, видеоға сен түсірші. Сен фотоға түсір, осылай видеоға түсірсей, мәстасай. Осылай түсір, Тема түсті. Видео болып отыр ғой, Сен, родной, на телеке. Кім, Арина фото түсір. Түсірді ма видеоға, родной? Түсіпті ғой, родной. Еба, не істедің? Енді бастадың ба? Осы видеоға түсірші деген ғой, енді бастаған сен. Сен де кетіп жаймен кіре берейік. Үлкен жүректеміз. Мына жақта балалар бар, мына жақта Диляра бар. Диляра надоелся кетіп, походу. Короче, біз үлкен жүректе енді саған кіріп сөйлесіп. Ашуға болады жоқ. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар ма? Есть кто? Аки, здравствуйте. Пожалуйста. У нас в городе челлендж ходил по загорению. Мы хотели выразить благодарность. Ну это хорошо. Это, девочки, давайте, проходите. С утра не могли прийти? Нет, потому что сейчас дети только индивидуально идут занятия. А вообще как с утра очень много детей приходит Хорошо, спасибо большое, Мы возьмем, или вы завтра придете поздравите, или... Вот нам сегодня нужно видео. Нам сфотографироваться. Сейчас у нас дети индивидуально. Все с утра, вообще с 10 часов. Вот тогда А есть воспитатели? Воспитатели, они вот сейчас заняты, но я позову сейчас позову все это. Мужчина. Спасибо. Просто сфотографироваться, Ребята, короче, будем с үлкен жүрекке келіп, в общем, балқашылардың Саламатсыз. Біз балқаш көпсая колледжіне тоқтаған сөздер керек. Алғыс айту күніне орай біз челлендж болады бізде колледж. Сол арқылы видео түсіріш дегенбіз, көрсетіп. Онда біз өздері құттықтап, бір фото кетсек. Отчет ретінде біз тоже. Тағы да бір просто фото отсылып. Просто фото видеосын дәкте, рахмет көп түсініктеріңіз. Нет, мы не умеем называть. Не пойдете? Нет. Пойдемте, пошлите. Давайте разувайтесь. Очень вкусное настроение, олимпийский. Да, пойдем.
Вот возьмите. Сен түсіріп жатсың ба, мен түсіремін. Бар кеп. Көпсалалы колледжінің студенттері алтын жүрек атты іс-шараны қолдана отырып, сіздерге осылай түсіріп бастады ғой видеоны, сөкет. Біз Балқаш Көпсалалы колледжінің студенттері алғыс айту күніне орай біз сіздерге өзіміздің алғыстарымызды білдіреміз. Яғни алтын жүрек атты іс-шараны пайдалана отырып, сіздерге спасибо, рахмет сіздерге көп. Кәдімгідей комфорт қой. Сәтті. Мен де ойлағам, мен де заведение шығады, фото түзету сондай ма деп ше. Біз осылай олды, короче, настрой тема дала, бірақ су. В общем, кеше, короче, біз неге бардық үлкен жүрекке алғыс айту күніне видео түсірдік, торт беріп, шарикпен барамыз, әдемі болды, білмеймін. Одан кейін қайтатын кезде енді видеоны түсіріп бітірейін деп жатсам, соткім өш қалды, естіп тұрған кезімде. Сөйтіп таксимен отырып үйге қайт кеттік. А так видеоны до конца көргендеріңізге всем от души.